Мамыр айындағы ресми деректерге сүйенсек, 2022 жылдың 1-тоқсанында 8,8 миллион адам жұмыспен қамтылған. Ағымдағы жылдың сәуір айында жұмыспен қамту орталықтарына 193 мың жұмыссыз тіркелген. Ал орталық міндетке сәйкес жұмысты жалғастырып келеді. Түрлі бағдарламалар, қысқа мерзімді оқыту курстары бар. Жұмыспен қамту орталығында жастар тәжірибесінде және қоғамдық жұмыстарда әлеуметтік жұмыс орындары және бірінші жұмыс орындары, ұрпақ келісім шарттары. Жастар практикасы дегеніміз ол 29 жасқа дейінгі мына биылғы жылға санаған кезде 20 жылы бітірген жоғарғы жұмыс орындары, оқу орындарын және орта білімнен жұмыс орындарын, оқу орындарын бітірген жастарды 29 жасқа дейінгі іс тәжірибелеуге қатыса алатындығын білдіреді. Сонымен қатар барлық санаттағы азаматтар үшін уақытша жұмысты да осы орталықтың мамандары тауып береді. Ол үшін қоғамдық немесе әлеуметтік жұмыс категориясын таңдайсыз. Қоғамдық жұмысқа жұмыссыздар, студенттер мен жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушылары және жұмысы уақытша тұралап қалған азаматтар алынады. Ал әлеуметтік жұмыс орындар категориясы бойынша зейнеткерлік жас алдындағы кісілер, мүгедектер, көп балалы аналар және тағы басқа топтағы адамдар қатыса алады. Дегенмен дайын тұрған жұмысқа адам табу да қиын екен. Қай маман иелері тапшы? Қазіргі таңда біздерде швея тапшы және әлеуметтік жұмыс тапшы, поварлар тапшы, көп мамандықтардың ішінен ала келген кезде. Айтпақшы, жұмыссыз ретінде тіркелу үшін жұмыспен қамту орталығына келмесеңіз де болады. Бар болғаны ғаламтор қажет. Себебі арнайы еңбек.kz порталы бар. Мұнда платформалар халық үшін онлайн қызмет етеді. Мәселен, Skills еңбек, жаңа дағдыларды үйрету және мансапты дамыту мүмкіндігі. Келесі қызмет бизнес еңбек. Ол бизнесті іске қосу немесе кеңейту үшін қолдау көрсететін қызмет түрі. Соңғысы HR еңбек. Бұл платформада еңбек шарттарын тіркеу және жұмысқа орналастыру процесін онлайн ұйымдастыру жүзеге асады. Бүгінгі күні жыл басынан бері Алматы қаласы бойынша 4000 адам жұмыспен қамтылған. Алматы қаласы Аза ауданының тұрғынымын. Жұмыс қамту орталығына келіп тұрмын. Жұмыс іздеп, бұл кісілер маған жұмыс тауып беріп жатыр. Бірақ ол тауып берген жұмыстар мен көңілімнен шығып жатқан жоқ. Бұл кісілер мен үшін жұмыс іздеу үстінде. Ол жұмыстар мен көңілімнен шығады деп ойлаймын. Жұмыс тауып беру, жұмыс табу, жұмыс беру, қамту орталығы жұмысшыларына мен ризашылығын білдіремін. Расымен жұмыссыздық деңгейін шарықтатпай бір орында ұстап тұру үшін мемлекеттік бағдарламалардың маңызы зор. Елдегі жұмысшылар қатары орталықтың арқасында арта түседі деген үміттеміз.